Үйде лифт тоқтап қалып, біз 5-ші қабатқа арқамен мініп түсіп жүрміз енді. Баспалдақ дейсіздер ме? Енді баспалдақпен түсу деген ешқандай қызық емес сияқты. Біз лифтіні сөз етуден ұялмаймыз. Мен қазір 25 қабатты Байқоңыр деп аталатын тұрғын үй кешенінің жоғарғы қабатына қарай көтеріліп келе жатырмын. 122 пәтері бар бұл тұрғын үйдің лифтісі істен шыққанына 1 айдан астам уақыт болыпты. Жоғарғы қабатқа қарай жақындай бастағанда біз қарияларды кездестірдік. Жолдан ассалаумағалейкум. Уағалейкум салам. Қай қабаттан түсіп келе жатсыздар? 8-ші. Мен айтайын, біздер 8-ші этажға түсіп келе жатырмыз. Ата 88-де, мен 80-демін. Мезгілімен далаға шыға алмаймыз. Скоройды шақыра алмаймыз. Абы біреу өліп қалса не істейміз? Тоқсанға таяп қалған қос қария Астананың тұрғындары. Осыдан 3 жыл бұрын тұрғындары игілігіне берілген Байқоңыр деп аталатын зымыран тәрізді зәулім үйлердің біріне кіріп шығу тұрғындар үшін әбігерге айналған. Мына бірінші лифт 3 демалыстан істеді. Анау 3 демалыстан кейін тоқтап па? Мынаны жүргізді. Істемей тұр. Содан 3 жылдан бері істемей тұр. Тұрғындарға таныс емес түрік компаниясының зауытында жасалған бұл құрылғыны жөндеуге қажетті құрал сайманның шығыны шаш етектен, ал 25 жыл жарамды деген жеделсатының 5 жыл болмай бұзылуы санада сан түрлі сауал туғызады. Тапсырыс берген тарап қайда? Жарамсыз қалған лифтіге кім жауапты? Тұрғындардың түйткілді мәселесі қашан, қалай шешілмек? Кіші баламды садиктен, үлкен баламды мектептен алып келе жатырмын. График бойынша сағат 8:30-да лифт қосылып тұру керек. Қазір сағат 8-ден 10 минут кетті, әлі қосылған жоқ. Біз 23-ші этажда тұрамыз. Уже көп рет, 2-3 рет, 4 рет лифтті қалып қойғанбыз. Енді қазір жаяу көтерілеміз балалармен, пакеттерімізбен, сумкаларымызбен. Тұрғындарға пәтер кілтін тапсырған жаңа құрылыс компаниясы мен Әділет Энес тұрғын үй құрылыс кооперативі тарапынан Астана лифт жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне құзырын алып қызмет көрсетуге ұсыныс берілген. Алайда ақауы бар лифтіден бұл мекеме бірден бас тартады. Бас тартқан себебіміз ол жақта ол үйдегі тұрған лифт қондырғылардың шыққан завод производитель дейді ғой. Белгісіз, ол бір, екіншіден оның болашақта жабдықтары запчасти дейді. Оның табуы, сосын қамтамасыз етуі қиындыққа ұшырайды. Тұрғындардың айтуынша, осыдан соң лифтстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қызмет көрсеткен. Бірақ Ресейдің лифт зауыттарымен ғана шарт жасасқан бұл серіктестіктің де жөндеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндігі болмапты. Тұрғындардың ендігі үміті жылдың соңына дейін лифтіні жөндеп беруге уәде еткен Қазтех Импорт Энес жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде болып отыр. Біз қанша жинап береміз, соны жинап береміз, қалған ақшаны ертсеге жатқызамыз. Одан басқа амалымыз жоқ. Акимат бізге ақша бермейді. Осылайша жедел сатының жөнделуі тұрғындар қаржысын қажет етіп тұр. 2013 жылға бюджеттегі ақша ауыспаса, келер жылға 8 миллиард теңге жоспарланып отыр. Қазақстан Республикасы өңірлік даму министрлігінің мәліметі бойынша еліміздегі вертикалды қатынас құралының саны 12.336 болса, оның 11.142-сі жолаушы, 1.194-і жүк тасымалдауға арналған. Ал 4.177 лифтіге күрделі жөндеу қажет. Демек, мамандар келтірген дерек бойынша жөндеу жұмыстарын қажет ететін қатынас құралдары қауіпті деген сөз. Лифттерді біз степень риска дейді, сол бойынша 5 жылына бір рейс тексереміз, тексеруден өтеді. Сол кезде, мысалға, 5 жылдан кейін, келесі 5 жылға дейін, ол егердердің өзінің қауіпсіздік сақтау міндетіне жатады. Қауіпсіздік қадағаланса да, қатынас құралдарының шахтасына құлап қаза болып жатқан жандар жоқ емес. Осыдан 5 жыл бұрын Астанадағы Қалибек Қуанышбаев атындағы музыкалық драма театрының актрисасы Шолпан Мұқышева Москва тұрғын үй кешеніндегі лифтінің ашық тұрған шахтасына құлап 35 жасында мерт болған еді. Қауіпті құрылғыдағы тағы бір қайғылы жағдай өткен жылдың 3 қаңтарында Жаннұр сауда үйінде болды. Шаруашылық бөлімінің бастығы ол лифттің өзінің кілті болғандықтан таң ата келе ол лифтті өзі ішіне кіріп, өзі қосып,
үшінші этажға, үшінші қабатқа шығып, бір шаруаларын бітіргеннен кейін қайта түспекші болған. Ол адам лифттің тұрған деп ойлаған сияқты өзінің кілтіменен жоғарғы этаждағы есікті ашып аттап кеткенде лифт орнында болмаған, сондықтан ол кісі мерт болды. Ал биылғы жылдың шілде айында Атырау қаласындағы Алмагүл ықшам ауданында орналасқан 16 қабатты тұрғын үйдегі лифтінің шахтасына құлап, 24 жастағы қыз қайтыс болды. Тағы бір төтенше жағдай тамыз айында тіркелді. Алматы қаласының Мәскеу ауданында Қазақстан қонақ үйінде белгісіз жағдайда лифт шахтасына 23 қабаттан 20 жастағы жігіт құлап кетіп, оқиға орнында көз жұмды. Бұл оқиға бойынша тергеу амалдары жалғасуда. Лифтінің жоғын жоқтау үшін Қазақстан Республикасы өңірлік даму министрлігі тұрғын үй қорын дамыту басқармасы бастығының қызметін атқарушы Набиева Райкүл Маханқызын шұғыл шақырып отырмыз. Студиямызда қош келіпсіз. Сіздердің тараптарыңыздан бір бақылайтын немесе іске қажетті дүниелер тұстарда барша сіздердің тараптарыңызға құзыреттеріңізге кіретін. Біздің Қазақстан Республикасының мысалы тұрғын үй шаруашылық бағдарламасы, дамыту бағдарламасы 11-20 жылдарға жүргізілуде. 20 жылға соның ішінде мысалы жөндеу жұмыстары, жер төлесі бар, сол үйдің көпқабатты үйдің жер төлесі, кіреберісі бар, шатыры бар, соның бәрін жөндеу жұмыстары кіреді сол бағдарламаға. Соның ішінде жөндеу жұмыстары, лифттердің жөндеу жұмыстары, ауыстыру жұмыстары біздің құзырымызға кіреді. Яғни, қанша жылда ауыстырылу керек негізі лифт? Лифттің жұмыс уақыты, өзінің тозу жету уақыты 25 жыл. Тозу уақыты 25 жыл. Ал бұлай? Бұлай арасында 25 жылға жатпаса да, жетпесе де, мысалы, жөндеу жұмыстар жүргізіле береді, немесе ауыстырыла береді. Ал мысалы, қалай ойлайсыз, қазіргі таңдағы лифтлердің соншалықты азаматтарға қауіпті болуына не себеп болуда? Техниканың дұрыс сақталмауы ма, үйдің құрылысын жасап жатқан азаматтардың кемшілігі ма? Үйдің құрылысын салған кезде оны тиісті мемлекеттік комиссия қабылдап алады, ол жағынан ешқандай не жоқ. Екіншіден жаңағы мысалы лифттарда, үйлерде өзіңіз көріп жүргендер балдар кіріп алып, балдардың мысалы ойынына айналған. Бірінші этаждан 9 немесе 5-ші этаж жоғарыға дейін жаңағы лифттарда ойнауы, немесе жаңа басқа бір заттар, ағаш болсын, тас болсын лақтырып, жаңа нелеріне зақымдауы, сол лифттің тез жаңағы өзінің уақытынан шығуына кеп соқтырады. Мысалы, тұрғындардың өздері де жауапкершілікпен қарамайды, мысалы, күтіп ұстамайды деген сияқты. Сондай себептер. Бұл енді сөзіңіз аузыңызда бір кемшіліктің бір таяқтың ұшы десек те болады. Екінші жағы әрине, мысалы, тек қана тұрғын үй кешендерінде емес, арнайы компаниялардың болсын, өзге де мекемелерінде лифтлер істен шығып жатады, мысалы. Ол жерден бала шаға ойнамайды деген, тас лақтырмайды, ешкім сызбайды деген. Ол енді лифттің өзінің баста шығарылған кезде сапасына байланысты. Сапасына байланысты, жаңа айтып отырмын, 25 жыл өзінің жаңа жұмыс уақыты. Бір лифттің құны мысалы 7 миллионнан 15 миллионға дейін. Бізде қазір Қытайдың лифттарын, шығарылған Қытайдан, Белоруссиядан, сосын Кореядан шығарылған лифттарды қолданылып жатырмыз. Соның ішінде өзіміздің қазақстандық, мысалы Павлодар облысының жаңағы сол жерде шығарылатын жауапкершілігі шектеулі серіктестігі дейміз, сол фирма шығарып, содан да қолданып жатырмыз. Қазіргі таңда лифтке көтерілу үшін, түсу үшін де өзі бір ақша тұрады, мысалы, арнайы карточка сатып алып, оны түсудің өзі 5 теңге. Бұл қаншалықты дұрыс және өзін ақтап жатыр ма? Бізде типовой договор деген бар, жаңағы пәтер иелері кооперативі бар ғой, КСК дейміз. КСК мен жаңағы қаржылық деңгейде мысалы лифтті шығарушы немесе соны бізге ұсынушы компаниялар болады. Соның арасында договор құрылады, келісім шартқа қол қойылады. Содан кейін сол жаңағы ұсынылған фирма өзі как обслуживающая организация болады, қызмет көрсетуші мекеме болып табылады. Сондықтан солардың өздерінің жаңағы талаптарына сәйкес, мысалы, сіз өзіңіз білесіз, жаңа карточканы лифтқа салған кезде 5 теңге, 10 теңгеден алып отырады. 5 теңге қымбат емес па? Негізі қарап отырса, бірақ қымбат сияқты. Енді халықтың өзінің шешімі бойынша солай, тем более өзі тұтынушы жаңа организация, ол нарықтық сондай болып белгіленгеннен кейін олардың өзінің расценкалары болады. Рахмет сізге келгеніңізге. Келіп тұрыңыз.